Қайырлы күн, балалар. Қалдарың қалай? Бүгінгі күні 1-ші сынып әліпби, 61-ші сабақ Г Ал балалар, дыбысы және тапсырмаларға әріп назар бөліктерін аударайық. аламыз. Тапсырмадағы берілген сөздерді буындап оқып шығайық. Кеттік. Қоға, тоған, баға, балға, ғалам, ғалым, шағала, тағала, ағаш, қарлығаш, сағат, қолғанат. Балалар, өздерің менімен бірге және де өздерің бөлік осы сөздерді қайталап жаттап алыңдар. Келесі тапсырма. Ойлан, не байқадың? Бізде тарақ деген сөз берілген екен. Және деген дауысты дыбыс. Және осы дауысты дыбыс арқылы біз келесі сөздерді жасайтын боламыз. Тарақ, тарағы. Тауық, тауығы. Моншақ, моншағы. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Буынға бөлінген сөздерді айтып жазатын боламыз. Соғым, сағым, сағыз, тоғыз, тоғай, торғай. Жарайсыңдар, балалар. Келесі кезекте ғарышкер ғарышқа ұшты деген сөйлемді дәптерімізге жазып оқитын боламыз. Ал балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Келесі тапсырмаларды YouTube каналымнан қарасаңдар болады.